Алды күні Алланың қалауымен шөп әкелгенбіз. Мұның бірінші тұрғаны бұл жай шөп. Екінші тұрғаны ол арпалы шөп. Арпа масағы бар шөп. Енді ол мынау шөпке бірінші тиіскен жоқ. Мына арпа масағы бар шөпке бірінші малға салып бастадым. Енді мал жақсы жейді екен. Біздің Алла берген мал. Мынау енді бір тағы байқағаным, сол арпалы шөп. Оны мысалы жұлған кезде ол анау кішкене арпасы шашылады екен, дәндері. Соны мынау тауықтар міне мына жерде жеп жатыр. Оны немесе бұны жинап алып, оны малға берсе де негізі болады. Жай ысырап болып қалмас үшін. Бұны әдемілеп жинап берсе, сол. Масағы міне дәні. Арасында дәндері бар. Міне. Бұны 9.000-ға алдық. Мұнау жай шөп, бұл 7.000 тұрады. 7.000-ға алдық. Бір адамнан. Брама тұқымдас тауық. Шөп, мынау арпалы шөпті салып болғаннан кейін орында шашылған арпалар бар, ешмен. Міне дәндері. Осын қазір алып, мен анау бордақлап отырған қошқарға салам бұйырса. Әлі сырап болмас үшін. Қытырлатып, міне жеп жатыр. Сонымен қатар бұны тауыққа да шашамба деп жатырмын бұйырса.